Бізде қарауыл төбеге отпен сигнал береді ғой, а мынау төбеден төбеге руналар арқылы, мынау енді как труба ғой қарайтын, мынау жерде руналар көрсетілген, әліппе. Анау жақта сондай болады, мысалы Амина тұр ғой, анау жерде сол рунаға ұқсас бір нәрсе жасайды, мынау жердегі адам соны көріп жатады. Күшті система. Мынау сол оптикалық телеграфтың екінші жағы ғой, сигнал беріп тұрады. Мынау жерде де әріптер, мен руна десем, бұл руна емес, кәдімгідей. И мынандай дәу ағаштан сондай қойып қояды екен, бір төбенің басына адам сигнал беріп тұрады. Азбука түрінде қызық. Анау көрсеткенім ол оптический телеграфтың принципі ғой, а мынау жерде нақты осындай дәу болушы еді.